Біз біргеміз карантинде. Давайте. Бағасы процессор Snapdragon, одан кейін оперативасы 6 гигабайт, отпечатки пальц бар. Бұнда 3 камералы. 9, яғни ойын ойнауға жалпы айтқанда комфортно. Одан кейін қандай минусы бар? Бәріңізге қайырлы күн. Сонымен бүгін біздің арзан телефондар жайында екінші блогымыз. Қандай телефон алған дұрыс? Бүгін сіздерге бір екі топ телефон дайындап қойдым. Плюс артықшылығы мен минусы сол 100 000 теңгенің ар жақ бер жағы. Вот сондай телефондар. Енді ары қарай жалғастырмасыз, бізге бір лайк басып қойсаңыздар, бізге ол үлкен мотивация береді. Реально мотивация береді. Сондықтан да біздің видеомыз көріп жатыр екен, пайдалы болып жатыр екен деген мағына ғой енді. Қазақша блогқа, қазақша контентке үлес қосып жіберіңіздер осылай. Сонымен бірінші телефон бізде 2019 жылдың телефоны, бірақ қазір 2020 жылда да актуалды телефон Xiaomi-дің Mi 9 Lite деген телефоны. Бағасы 100 000 теңге. Бағасы 100 000 теңге. Бағасы небәрі 100 000 теңге, ал ода 3 камера, 48 мегапиксель, 8 мегапиксель және 2 мегапиксель основной камера. Одан кейін фронталкасы 32 мегапиксель. Бірақ алдың блогта айттым, мегапиксель деген сөз жақсы сурет деген сөзіміз, бірақ тоже мегапиксельде әсер етеді жақсы айтқанда. Жақсы видеоны, фотоны, видеоны жақсы түсіруіне. Вот осындай бір артықшылығы болып тұр енді осы процессор Snapdragon 710 8 ядролы. Одан кейін оперативасы 6 гигабайт, одан кейін памяті 128 гигабайт, одан кейін NFC бар. NFC деген алдың блокта айтқандай телефон арқылы осы бет жақындатып былай оплата жасай бересіз, мысалы заттарға покупка жасай, сатып алуға болады деген сөз. Одан кейін отпечатки пальц бар. Отпечатки пальц еще артында емес, алдында орналасқан. Одан кейін аккумулятор 4030 миллиампер сағат, быстрый заряд 18 вольт. Көрдіңіздер ме? Енді қандай минусы бар? Енді минусын айтып берейік. Бағанағы отпечатка бар ғой, отпечатки пальц. Онша жақсы істемейді екен. Звук онша шықпайды екен. Вот сонда екі минусы бар. Бірақ енді ойланып қарасыз, 100 000 теңгеге осындай функционалды телефон ұсынып тұр енді. Алу керек па, керемек па? Енді өздеріңіз қайсысын ұнайды, сол алғандарыңыз дұрыс. Бірақ енді көпшілік адамдардың көңілінен шығып жатыр. Бағанағыдай алдыңғы недегідей қызып кету деген сияқты тема жоқ енді. Бірақ мен өзім шынын айтайын, ол қолданып көрмеген емес, бірақ енді көпшілік осы СНГ-ның блогерлерін, одан кейін комментарийлерді, отзывтарды бәрін оқып, осындай бір нелерге кеп сіздерге аналитика жинап, сіздерге беріп жатырмын. Осы телефон енді артықшылығы мен өзінің кемшіліктерін айтып бердім сіздерге. Алған дұрыс па, дұрыс емес па. Бірақ 100 000 теңге болып тұрғанда осындай функционалды NFC бар тоже. Вот алған дұрыс. Одан кейін тоже Xiaomi бәрі Қытайдың телефоны, бірақ қана осы кәрістің телефоны. Бірақ Қытайлар енді арзан жасап отыр ғой. Соны айтамыз. Xiaomi-дің Mi 9T деген телефоны. Бағасы 115 000 теңге. Неге дәл осы телефон? Бұнда 3 камералы, 48 мегапиксель, основной камерасы 48 мегапиксель, одан кейін 13 мегапиксель, одан кейін 8 мегапиксель, ал фронталкасы 20 мегапиксель. Камерасы вот нормально, мегапиксельде бәрі жақсы. Одан кейін оперативасы 6 гигабайт, одан кейін процессор Snapdragon 730. Бағанала 720, 710 еді, алнаңқы Snapdragon 730. Яғни Snapdragon қанша көп болатын болса, процессоры сонша жақсы деген сөз ғой. Одан кейін 8 ядролы. 6 ядролы, 8 ядролы. Вот диагоналы 6-39, яғни ойын ойнауға жалпы айтқанда комфортно. Одан кейін батарейкасы 4000 миллиампер сағатына. Яғни спокойно бір ойынды спокойно ойнап ешқандай не жасап кетпейді. Одан кейін отпечатки пальц бар. Одан кейін тағы бір нәрсе бар, енді әрине минусы қандай енді телефонның минусы. Минус тез қызып кете береді. Енді ойын ойнағанға енді бағана айтқанымызда ыңғайсыздау. Ең единственный бір үлкен бір тапқан минусым осы телефон. Бағана отзывтар қарап отырғанда көпшілік адамдар мына тез қызып кете береді деген сияқты осыны келіп кіреді. Бірақ енді айтып отырмын енді телефон осындай. Бірақ енді мынандай нәрсе бар, iPhone-ның 10-да мысалы тез қызып кете беретін сондай минус болған. Осы бірақ iPhone 11-лер вообще қызбайды деген сияқты ғой. Бірақ енді уақыт өте келе түзеледі. Бірақ енді өзің беріп жатқан бағасы, енді бірақ iPhone мысалы қанша тұрады ол? 400 000 мысалы iPhone 11-лер. А мына телефон бағасы небәрі 115 000 теңге. Енді өзің бағасына беріп жатқан функционалны өте жақсы. Бағана минустарын айттым, плюстерін де айттым. Енді таңдау өзіңізде, мен сіздерге айтпаймын, мынаны ал деп. Бірақ енді көріп жатырмын сіздерге. Анық беттеріңізді ашып беріп, мынауын айтып тұрады, мынау. Енді өзіңіз қалтаңыз көтерген, артықшылым кемшілігі маған қызып кеткен керек емес, маған қызса да маған главный камера жақсы болған деген секілді вот сондай не қылатсаңыз ғой. Мен сіздерге осы нелерді неге осындай енді өздеріңіз таңдау өздеріңізде.
енді білмеймін, енді сіздерге менің влогым ұнап жатқан болса, достар, лайк басыңыздар міндетті түрде. Енді достар, осы екі телефонға обзор жасадым, енді қайсысы сіздерге ұнады? Біріншісі ме, екіншісі ме, мысалы айтыңыздаршы. Өздеріңіз пікірлеріңіз комментария жазыңыздар. Маған өте маңызды. Немесе қолданып көрген қолданушылар болса, тоже жазып беріңіз, себебі біздің көрген видеоны көрген адамдарға ол өте пайдалы болуы мүмкін. Өздеріңіз отзывтарыңызбен, немесе білген достарыңыз қолданып жатқан болса деген секілді. Бұл канал не үшін ашылған? Бұл канал жалпы сіздердің ақшаларыңыз үнемдеп, выгодно дейді ғой, жалпы тиімді жағдайда өздеріңіз техника, ұнаған техникаларыңыз, телефондарыңыз, гаджеттеріңіз сатып алу үшін ашылған канал. Жалпы сіздерге дұрысын айтып, дұрыс емесін айтып, плюс мен минусын айтып деген секілді. Вот сондай дұрыс таңдау жасауға көмектеседі сіздерге канал. Енді осы каналдың өсуіне, дамуына тікелей осы сіздер байланысты. Активны болсаңыздар, біз де активны боламыз. Активны болмасаңыздар, онда бізде ертең видео шығарамыз, өтпей жатса, оны не істейміз біз шығарған? Лучше біз басқа видео шығарайық деген сияқты ғой. Вот сондықтан да қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Келесі қандай видео шыққанға тоже комментарий жазып кетіңіздер. Енді комментарий